Жақсы, Қуаныш мырза, жалпы көп дүниелер айтылды. Өзіңізде бір сөзіңізді қорытындыласаңыз. Енді түрік ағайындардың мындай сөзі бар. Ватанını en çok seven, görevini en iyi yapandır дейді. Яғни, отанын қатты жақсы көретін адам өз міндетін жоғары деңгейде атқаратын адам деген мағынада. Patriotism is national pride дейді шетелдіктер. Яғни, патриотизм ұлттық мақтаныш деген мағынада. Шәкәрім болса, адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл, талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл дейді. Қуанышты ғана қауышқанша. Ал сонымен, қымбатты көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Сіздермен бірге болған Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы PhD доктор Қуаныш Жұмабекұлы және мен Рауан Мутайыр. Сау саламатта болыңыздар.